Сәлем құрметті оқырмандар, сіздермен бүгін осындай керемет печеньенің рецептімен бөліскім келеді. Балаларыңыз сүйіп жейді енді әрине. Осыны пісіріп көріңіздер балаларыңызға. Бізге ендігі керекті рецептілеріміз осы сары май, мак, секер, ұн және сары уыз қажет. Енді біз ыдысымызды алып, ыдысымыздың ішіне сары уызымызды салып, оның үстіне секерімізді салып, жақсылап араластырып аламыз венчиктің көмегімен. Миксер қолданбасаңыздар болады. Бұл жерде бізге көпіртіп, бұндай нәрсе керек емес. Сол себептен венчиктің өзі де жетіп жатыр. Енді осының үстіне сары майымызды салып, тағы да жақсылап араластырып аламыз. Мінекей достар, жақсылап араластырдық. Ендігі осының үстіне магымызды саламыз. Және осының үстіне бірден ұнымызды салып, еліктің көмегін пайдаланамын. Себебі елікке салып, ұнды өткізіп салсаңыздар, қамырларыңыз өте керемет жеңіл болып шығады. Мінекей енді осының үстіне разрых етер салып, тағы да араластырып аламыз. Мінекей біздің осылай қамырымыз дайын болды. Енді пергамент қағаздың үстіне салып, осыны жай ғана жайып аламыз. Осылай формочканың көмегін пайдаланып, формочкаларыңызбен жасап шығасыздар. Әркімде әртүрлі формочка, соны пайдалана берсеңіздер болады. Мен осындай гүл тектес формочканы пайдаландым, өте әдемі. Енді осыны формамызға саламыз. Бізде келесі осының үстіне салатын меренгімізді дайындайтын боламыз. Бізге керегі жұмыртқаның ағы және секер және крахмал. Алдымен біз ыдысымызға жұмыртқаның ағын салып, оның үстіне секерімізді салып, жақсылап миксердің көмегімен аппақ қылып, өз формасын ұстағанша әбден соғып аламыз. Мінекей соғып алдық. Енді осының үстіне кукурузный крахмалымызды салып, тағы да бір рет араластырып аламыз. Мінекей кукурузный крахмалымызды салдық. Бізде осындай форма шықты. Кондитерлік пакетке мешокқа салып, жаңағы дайындап қойған печенькамыздың үстіне құйып шығатын боламыз. Көп толтырудың қажеті жоқ. Меренгіміз өзі де жайылып піседі. Барлығына осылай құйып шығамыз. Мінекей, енді осыны шай қасықтың көмегімен осылай формасын кішкене келтіріп жібереміз. Маған осылай жасаған ұнайды. Меренгіміз артынан әдемі шығу үшін өзіне бір форма беруге. Сіздер өздеріңіздің қалауларыңызбен жасасаңыздар болады. Мінекей, енді біздің печенькаларымыз дайын. Осыны 180 градуста 40 минуттай пісіріп аламыз. Міне біздің печеньеларымыз осымен дайын. Дәмі дейтін түрлі үйрет. Видео сіздерге ұнаса, колокольчик басып, жазылуды ұмытпаймыз.